достар, қалайсыздар? Біз бүгін қалаға шықтық. Бізде папа Рамазан бар. Сәлем. Біз, бүгін сізге маманы құттықтаймыз. 12-де сағат 12-де біз қазір қалаға шығып, Португалға шығып жатырмыз. Қазақтың бәрі саламыз. Всем пока. Біз мама бізді. Biz, Ладожкиға келдік. Мына жерде мен, мына жерде папа. Біз Ладожкиға кіріп, торттар аламыз қазір. Гүлдерді кешке алатын болдық, себебі қазір солып қалады екен. Біз баратырмыз. Всем пока! Біз торт алып жатырмыз. Мына жақты қарасаңыздар. Кеше түрлі заттар. Жегім келе береді. Қазір біз бірақ оразамыз. Қараңыздар. Ау? Күшті ядан бере. Анандай торт алдық. Банан ұсайды екен. Бұл жақта компоттар бар екен. Күшті екенше мына жер маған қатты ұнады. Қазір мен оразам айтсам дейтін едім. Әсіресе маған сіз ұнады. Бізде кастады мұрақшылы оттар. Біз торт алдық. Асылыңыздар мына жерде 8-ден неге дейін скидка екен, 8-ден бастап 10-ға дейін. Бұл жерде 8-ден 10-ға дейін скидка екенді. Осы уақытта келсек, самсаларға 30% скидка жасайды екен. Біз үйге жақындап қалдық, біз су алайын деп жатырық. Давай, алсаң ал. Біз, не алсаң болды. Біз не жоқтан алайын деген едік, ұмытып кетіп біз базарда. Енді біз қазір магазин алып жатырмыз, аңғарыңыздар. Сәлем достар, біздің уже үйге келіп қалды. Мінекей, біз уже дайындап жатыр біздің үйдегілер. Осылай қазір бізде әлі мама білмейді. Мына жақта Рамазан тұр. Мына жақта мен біздің үйде ешкім білмейді. Қазір 11:30-да адамдар келеді, жеңшелеріміз келеді, иісі құттықтаймыз. Пицца салатын боламын. Достар, әдемі болып шықты бізде. Қараңыздар. Анашым деген осылай істедік. Өздері колонка келеді екен. Бізде әдемі болып шықты. Қараңыздар, анашыммен жазып шықты. Бізде уже бәрі жиналып қалды. Мына жақта Рамазан, үйде Айкөркем апасын туған құттықтап жатыр. Олакан. Әзірше біздің туға сөйлеймін. Қараңыздар, әдемі болып шықты. Бізде бәрі жиналып қалды. Енді бізде қызды күтіп тұрмыз. Бүгін кім туған күні? Бүгін кім туған күні? Апаның. Біздің мамамыздың туған күні бүгін. Мама, қалай көңіл күйіңіз? Осылай, біз бәріміз осылай құттықтадық. Бізде дейінше бәрі келеді. Сәлем достар, қалайсыздар? Кеше күннен айтып кетейін. Кеше бізде туған күн болды. Мен соңында түсіре алмадым. Біз соңында 3:30 кеткен ұйықтадық. Себебі почти 3:30 ұйықтадық. Себебі қонақтарды шығарып салдық. Дастархан жинадық дегенде. Енді мен кешегі видеоның несін салып жерейін. Соңғысын себебі біз кеше видео монтаждалуеріне толық түсіре алмадым. Сол себепті қазір түсіріп тұрмын. Қазір енді біз үйге келдік. Бүгін мамам туған күні. Бүгін біз мамам туған күнін кеше өткіздік та. Сосын бүгін біз базар араладық. Себебі ертең бізде ауызашар береді.
ар жақтағы әпшелерім ауыз ашырып береді. Сол себепті кішігірім заттар алдық және 8 мартқа заттар алдық. Бүгін үйдегілердің жартысы ауыз ашырға кетіп қалған, сол себепті подаркаларын ертең беретін боламыз. Ал мен 8 мартқа не алдым деп ойлайсыздар? Мен осындай штатив алдым және чехол алдым, телефонымның бетін істетіп алдым. Мен себеп телефонымды алғаннан бері сындырып келдім, бүгін енді істетіп алдым және чехолын алдым, штатив алдым. Сіз енді мені күшті контент күтіңіздер. Всем пока. Анашым, тойла бүгін тойыңда, анашым, өзің күнім айымда. Десте гүлдеріп, гүлдерді сізге беріп,